Мамандандырылған оқу қызметі сөйлеуді дамыту. Мен Кайыпберген Масамал Аманбаевна боламын. Оқу қызметінің тақырыбы мен үлгілі баламын. Кәне бәріміз бірге жирату жасайық. Мен үлгілі баламын. Айтқан тілді аламын. Жина десе ойыншықты өзім жинап аламын. Ініме де көмекке бірінші боп барамын. Төсекті өзім жинаймын. Үлкендерді сыйлаймын. Айтқан тілді аламын. Мен үлгілі баламын. Бәріміз бірге қайталайық. Үлгілі примерный, ағылшынша экземпляри. Жақсы. Ендеше балалар, үлгілі бала болу үшін сабақты жақсы оқу керек, тиянақты болу керек, анасына көмектесе білу керек. Айтқан тілді алатын баланы біз үлгілі бала деп айтамыз. Ендеше балалар, мен сендерге нағыз дос деген әңгімені оқып берейін. Бәріміз бірге құя тыңдайық. Ерлан мен Дидар жақын достар. Олар көрші тұрады. Ата-аналары да бір-бірін жақсы таниды. Екеуі кішкентай кездерінен бірге ойнайды, бірге серуендейді. Бірде серуеннен келе жатса, алдарынан үлкен ит шығып, Ерланды бас салады. Балалар, Ерлан мен Дидардың оқиғасын өз ойларымен жалғастырыңдар. Әрі қарай не болды деп ойлайсыңдар? Оқиға немен аяқталуы мүмкін? Егер сендер Дидардың орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Назарларыңды мына суретке аударыңдаршы. Суреттерді қара, өзіне ұнаған суретті таңда. Мына балалардың қайсысынан үлгі алар едің? Соған жауап берейікші. Ойын ойнайықшы. Қарама-қарсы сөзді айт. Мысалы, ақылды ақымақ, жина, шаш, ұзын, қысқа, тәртіпті тәртіпсіз, пысық, жалқау, жаман, жақсы, ыстық, суық. Жаға шығармыз. Ендеше орнымыздан тұрып, сергіту жаттығуын жасайық. Орнымыздан тұрамыз.